Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kul, ayt ey пайғамбар адамдарға, сахабаларыңа, одан кейін Меккедегі жаңа Құрайыштарға, ухия илейя, маған вахи етілді. Маған вахи етілді, аннаху стамаға нафару минал джинни, жындардың бір тобының келіп, мән беріп тыңдағандыға Құранды дейді. Қараңыз қандай құбылыс болған, пайғамбар жаңа намазды оқып жатқанда. Мына истамаға деген сөзге назар аударсаңыздар, біз кешегі Ағраф сүресінде естеріңізде ме? Ағраф сүресінің соңғы аяттарында Алла Тағала бізге андай тәлім тәрбие берген еді. Ва иза қуриял Құрану, Құран оқылған кезде, бізге айтылып жатқан сөзі, Құран оқылған кезде, Құранды осындай мағынасы сахабаларға оқылып жатқан кезде, немесе жаңағы пайғамбарымыз Құрайыштарға оқып жатқан кезде, Құран оқылған кезде, фастамиғу лаху, мән беріп тыңдаңдар, құлақты түріңдер кәдімгідей, ва анситу, және үндемеңдер. Құран оқылған кезде, мына жүрек құлақ саңылауың толық Құранға беріледі да, үндемейсің. Лағаллакум турхамун, бәлкім Алланың рахымына бөленерсіңдер дейді. Мән беріп тыңдаған кезде Алла Тағала жүрек Құранның нұрын сіздің жүрегіңізге қондырады. Сөйтіп сіздің жүрегіңіз жаңағындай болмайды, басқаша болады енді. Өйткені ол Құранның әрбір сөзінде бізді тірілтетін нәрсе бар. Егер біз ол жерде о деп тұратын болсақ, мысалы, біз сол өлі бетінде қаламыз. Алла Тағала Құранды сендерді тірілтетін нәрсе деп атаған бізге. Истажибу лиллахи вар расули иза дағакум лима юхийкум. Анфал сүресінде айтады. Аллаға және елшісіне жауап беріңдер, ей мүминдер. Ол сендерді тірілтетін нәрсеге шақырып жатқан кезде дейді. Құран бізді тірілтетін нәрсе. Күннен күнге тірілтетін нәрсе да. Күннен күнге оқитын болсақ. Осы аятпен мына жақ байланысып отыр. Адамдарға айтылды, қашан Құран оқылса, мән беріп тыңдаңдар, үндемеңдер, бәлкім рахымға бөлесіңдер деді. Бұны кімдер істеп жүрді? Бұны жындар істеді, міне қараңыз. Өйткені Алла Тағала осы етістікті қолданды. Айт пайғамбар оларға, уахи етілді маған бір топ жынның мән беріп тыңдағандығы. Сонда тыңдаған кездегі әсерін баяндап жатыр. Фақолу, жаңағы жындар тыңдады дана Құранды. Тыңдап болғаннан кейін басқа жындар, бағанағы жындар емес, бағана олар іблістің әскері болып келген. Сол тапсырмамен келген олар. Олар мүлде басқа тапсырмамен келген. Қазір қараңыздар, олар мүлде басқа тапсырмамен қайтады қазір. Қазір оған дәлелдерін келтіреміз. Сонда қараңыздар не деген? Бір-біріне жаңа айтып отыр ғой. Фақолу инна самиғна Құр'анан ажаба. Сөзсіз біз ғажап Құранды естідік қой. Сана мүлде 180 градусқа өзгерген. Көрме? Өйткені бұл да жын қауымдарының ішіндегі зиялы жындар еді бұл. Ойлана алатын жындар болған бұл. Адамның қоғамында болсын, жындардың арасында болсын, зиялылар болады. Бір шындықты іздеп, мән берейік, тоқташы тыңдайық деп айтатын. Сол кезде басқалар деп қалатындай мысалы. Сондай нәрсе болады.